Елі, қайырлы таң, менің жақсыларым мен жайсандарым. Мынау сәрсенбі сайын өткізетін бүгінгі күні тағы да бір эфирі болып жатыр. Сол сәрсенбінің сәттілігін берсін. Бүгінде эфир ерекше болмақ. Себебі біздің қонағымыз да жай адам емес. Ол біздің сүйікті, жақсы көретін, мынау ермекке қарап нағыз сал жігіт деймін ғой. Сал жігітіміз мынау өнер жолынан өтіп бүгінгі күні инкрузисқа кіріп national директор деген халық директоры деп есептеле ме? Халық, иә? Халық директоры деңгейіне жеткен біздің Ермек мырза. Сондықтан да Ермек мырза, қош келдіңіз. Сізден бүгін аларымыз, сізден күтеріміз өте зор. Бүкіл инкрузис командасы сізді жақсы таниды, біледі, қызға қарап отырады. Өткен жолы эфирді Павел Ли жүргізген еді. Сол жерде қайта осы менің Ермек, мой Мукашов, первый человек, который подписался. Бірінші кіргені, бірінші күні бүгін ұлттық директор, дұрыс, ұлттық директор. Мен дұрыс аудармадым, ойыма бірден келген жоқ. Қайткенмен де орыс тілді адамдарымыз ғой еді, қазақша сөйлеп кәдімгідей ұлттық директор деген сөз аузыма келмей қалды. Сондықтан да ұлттық директорымыз Ермек мырзаға сөз кезегі. Бұл жерде Ермек мырза, міне қараңызшы, мен мынадай сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Мынау сіз өнер саласынан келіп отырсыз, иә? Өнер саласы деген енді кәдімгідей сізде уже қалыптасқан сала ғой, үйреніп қалған сала. Енді міне жаңа инкрузис деген дүниеге келдіңіз, иә? Ол да бірден келу деген, ол енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Сол жолдағы сіздің жолыңызды тыңдағымыз келеді. Осы ең басты, осы инкрузисқа келу тарихыңызды айтып берсеңіз, содан кейін әңгімемізді әрі қарай өрбітіп жатайық, иә, дұрыс па? Қош келдіңіз, Ермек мырза. Рахмет. Енді мен енді компанияда уже 5 жыл болды жүргеніме. Бірақ официально шешім қабылдап жұмыс істегеніме 3 жыл болды. Негізі. Ба, жақсы естіліп тұр ғой, мен негізі. Жақсы естіліп тұр, иә. Иә. Сөйтіп 2017-те бір кездесті, Сұлтана Шаймарданова презентация қойған маған, негізі. Біреулер шақырып айтыр. Лохотрон дедім. 2019-да бір кездесті, пирамида деп кетіп қалдым. Сөйтіп 2020-да бір уақыттарында тіркелдім отыр. Неге тіркелдім? Потому что мені музыкальный продюсерім Павел Ли шақырғаннан кейін сол кісінің көңілі үшін тіркеле салған адам ғой негізі. Тіркеле салған. Тіркелген емес, тіркеле салған. Өйткені мен Қытайда 4 жылдай жұмыс істедім. Барып ояқта тойластырдым. Сояқтарда банағы Қазақстанның әртістерін Қытайға тасып, сояқтың тойларында, концерттерінде сөйтіп жүрдім да. 2016-да менде банағындай ояқта лагерь ашылды да. Ояқта қамай бастады. Қамап, сондай болып, саясат сондай болды да. Ояқта менде жұмыс бастады, потому что банағындай қазақтардың той істейтін жағдай болмай қалды ояқта. Сөйтіп мен жұмысым тоқтады ояқта. Сөйттім да Алматыға келдім. Енді Павел Ли екеміз баяғыдан бері таныспыз. Өзі эстрадалардың әншілердің ішінде мені өзі жақын тартады өзіне. Білмеймін не екен, әдемі болғаннан кейін ба деп қалдым. Сөйтеміз да Павел Лиға келем ғой. Енді оның аранжировкасы бір ән жазу $1000 тұрады. Қашан? Иә. Ол күніне $1000 тауып жүрген адам ғой негізі. Ол инкрузисқа жинда. Бір аранжировка істейді, $1000 табады. Керемет, сөйтіп мен Пашаға айттым, Паша, давай вместе работать. Бірге жұмыс істейікші, пожалуйста. Просто менде ақша жоқ, әндер жаза беретін. Сен маған бесплатно әндерін жаза берші. Содан а вдруг ішінен хит шығып қалатын болса, екеуміз папалам дедім. Мен алдамаймын. Концертке шықсақ та екеуміз папалам. Бірақ қай әніміз хит болатынын білмеймін.
оны білмейсің ғой, Иә, иә. күшті деп жазасын, теппей қалады, ұрмай қалады да. Сосын бағанағы жаздық, әндер жазып жатырмыз, бүйттік, әйтеуір бір альбом жаздық, содан кейін бір 3 клип түсірдік. Жазып жатқан кезде тура бәрін шығарып жасаймыз деген кезде карантин басталып кетеді ғой. Карантин орай келсе құрайды деп вообще карантин басталады. Сонымен тоқтадық ғой кәдімгі жұмысшы. Не той жоқ, не концерт жоқ. Енді кәдімгідей уже болды. Иә, иә. Сонымен мен бір ағамның бір рестораны бар еді. Рестораны бар. Сол ресторанында бағанағындай андай мені доставкаға дейді да, машинам бар ғой енді. Доставкаға барып береді деген сияқты қылып мені бағанағындай нетеді ғой. Номерімді бағанағындай мемлекетке привязывать етіп қояды. Білесіздер ма, бағанағындай блокпосттар болды ғой, блокпосттар тұрды. Иә, иә. Келеді, сөйтіп сіздерді планшетпен тексереді, сіздің машинаңыздың номері болса өткізеді, машина болмаса жүргізбейді. Иә, иә. Сөйтіп жасап берді, соны пайдаланып бағанағындай Яндекске шығып кішкене таксовать еттім. Ары бері жүріп таксовать етемін бағанағындай. Содан кейін ресторанның бағана доставкасын істеймін, содан кейін сол ресторанды өзім арендаға алып алдым, кейін арендаға оны былай берді, жүргізесің бе, жүргіземін дедім. Сол ресторанды жүргізе бастадым. Сөйтіп Пашаға айттым, Паша, блин, уже надоело, шығып кетті, давай. Менде екі вариант болды. Бағана ресторанның хозяинының бір бауырлары Францияда легионер болды, солдат. Граница ашылатын болса, мені сол жаққа легионер болып кетемін дедім. Өйткені ол жақта Францияда заставада 2 жыл служить етесің. 2 жыл бойы саған $3000 зарплата төлейді. 5 жылдан кейін Францияның гражданствосын береді. Содан кейін горячий точкаларға соғысқа баратын болсаң $10,000 төлейді деді. Дайын болдым оған, дайын болдым. Если 45 жастан ары қарай шыдасақ, $800 пенсия төлейді, любой мемлекетте өмір сүре бересің деді. Тамаша. Біреу солдат болуға шешім қабылдадым, екінші Пашаны Кореяға жұмысқа кетті. Аха. Аха. Микрофонды жүресі. Сөйтіп бағанағы Кореяға жұмысқа кету болды. Бір нәрсе. Екі жұмысым күтіп тұрды. Сонымен пока таксовать етіп, ары бері Яндекспен бүйтіп жүрген кезде бір айдай ма Пашаны көрмеймін ғой. И Паша звондайды ғой маған. Он мені Мека дейді, Ермек демейді, Мека дейді. Мека, где ты дейді? Я в городе там по работе хожу. Приходи, я тебя нашел работу дейді. Ойбай, менде чемоданный настроение. Болды, мен Кореяға кетемін, жұмысқа кетемін. Бірақ карантин әлі, ол кезде карантин болып тұр әлі ше, бір не. Сонымен барып, әлі есімде Космонавтов Бұқар жырауда бір углда бір кафе бар да. Сол ана балуаншолақтың арты ғой ана кезде. Балуаншолақтың артында сол жерде жолығамыз. Барып қалсам бағанағы домалақтарды сызып беріп отыр ғой маған ше. Ё-моё, настроение түсіп кетті ғой, инкрузистің домалақтары ше, адам тіркелсең мынандай болады, мынандай болады деп бағанағы инкрузисті түсіндіріп беріп отыр ғой. Ал настроением түсіп кетті. Настроением түскенде мен таңғалғаным, Павел Ли сетевик па дедім, сетевой компанияға кіріп алған ба деген ой болды ғой ше. Қолмағым деген сияқты ой ғой енді. Енді бізге өнер адамдарда сетевой деген өте жат нәрсе. Бізге ше. Сетевиктер деген неудачниктер сияқты. Иә. Көтеріп енді қазір сіздерге адамдар тіркелмей жатса таңғалмаңыздар оған ше. Таңғалмаңыздар, өйткені олар біздің көзқарасымыз сияқты болып тұр да бәрінде. Сіздерде де болған шығар сондай көзқарас. Иә. Тағы бір сетевой ма деген сияқты оны ше. Сөйтіп тура сол домалақтар сызып беріп отыр. Оның алдында маған инкрузис 2 рет кездескен ғой. Мен біреуінде лохотрон, біреуінде пирамида деп кеткен адам ғой. Мен Султана Шаймарданова маған презентация қойған. Розбакиева Абайда ресінде. Бірақ ол кезде бір толық қыз болатын ол деген ше. Енді мен оны Султананың екенін білмеймін ғой кезде. Тап-қара қыз. Ол кезде Салтанат Шаймарданова болатын. Абай Розбакиевада әлі есімде, сол кезде общий городской презентация сияқты бір кішкентай офиста адам көп. Сол жерде Руслан екеуміз, мен жанымда Руслан бар ол кезде, досым ше, қазір национальный жетіп Руслан. Ол мен қазір прямой линиям да. Сол екеуміз барамыз да, бүйтіп есіктен бүйтіп көреміз да, бүйтіп қараймыз. Соны презентация салтанат қойып жатыр екен. Содан кейін мына жақтан Али Рысқали шығады да, маған аккаунт ашып береді. Мен ақшасын салмай кетіп қаламын ғой. Хорошо, кейін саламын деймін да.
сол кезде 2017 ма екен, 2018 ба, сондай жыл. Сөйтіп Пашаға бізде түсінден көрдім да. Түсінген енді бір аранжировкасы $1000 тұрады, маған бір 10 шақты ән жазып тастаған ғой, енді почти $10,000 вложить еткен. Менің ішімде мынандай нәрсе болды: если мен отказ берсем, мына қазақтар оңбаған деген сияқты нәрсеге келтіретін болдым да. Лақтырып, сонда мені пайдаланады, менің айтқан нәрсеме кірмей ма сонда деген сияқты ой ғой менде. Пашаға айттым, там за регистрацию сколько стоит дедім. Паша айтты маған $295 деді. Теңгемен айтшы деп едім, примерно сол кезде курс бір 128 мың теңге ме екен, сондай. Таксовать етіп жинаған ақшам бар, сразу Каспийіне 128 мың теңге лақтырып жібердім ғой. Жоқ, Мека, ты че, ты сам должен зарегистрироваться, анау. Нет дедім, қазір мен шығамын, біреу нанға ақша сұрайды, біреу бір нәрсе қылады, қазір ақшаны құртып қоямын мен бажа. Сен де тұра берсін, ертең студияға келемін, маған дұрыстап түсіндіріп бересің, сол кезде тіркелсек тіркелейік давай. Сонымен ертесі күні келдім, ертесі күні студияға келсем, Жұлдыз мұсылман клубы екеуі отыр екен, ана асыл тобындағы. Сол Жұлдыз Пашаны тіркеген. Осы Паша мені бір тіркеген. Енді Пашаның менен бұрын айтқан бекен адамдарға мәз болып отыр ғой, енді бағанағы отказ берген ғой, явно Пашаға ше, бір корейцтерін айтқан бекен енді. Иә. Пашаға отказ берген бекен, мен тіркеліп едім, қуанып кетті олар. Бірінші адам Пашаның. Ең бірінші тіркелген, кәдімгі генеалогиясындағы бірінші адам ғой мен. Сонымен енді мен бірақ сетевой компанияны былай зерттегенмін, былай жақсы көзқараспен қараймын. Былай никогда былай негативный қарамаған, бірақ менде мынандай ой болған: товарный компания ол сетевой компания, без товарный компания ол пирамида дейтін да. Менде сол ғана қалыптасқан. Түсіндіңіз ба? Өйткені инклюзив товар жоқ қой. Иә. Оны мен оны пирамида деп ойлайтын да. Товарный Арифлейм, МВ, Гербалайфтарды оларды мен сетевой компания деп ойлайтын да. Сол сияқты. Сөйтсем, услугада сетевой компания бола береді екен ғой деп ойладым да. Сөйтіп тіркелдім, бастадық. Сөйтіп, иә. Содан мен уже сразу Пашаға айттым, не істеу керек деп едім. Адам шақыру керек деді. Сонымен күніне 10 адам шақыратын болдым. Күніне. Қалай істеу керек деді. Бірінші $100 төлемеу керек деді. 5 адам тіркеу керек деді. Все хорошо, мен жасаймын деймін. Бір айдың ішінде 11 адам жаздым. Карантинде. Потому что мен күніне 10 адам шақырдым ғой. Енді статистика бойынша күніне 10 адам шақыратын болсаңыздар, почти сіздер айына 90 адам шақырасыз, дұрыс па? 30 адам, қанша 10 күнде почти мен 100 адам, 300 адамды шақырып тастағанмын ғой мен. Енді таза 300 болған жоқ шығар, өйткені автоэлектрик кешін шақырдым, мен источник кешін шақырдым. Күнде шақыра беремін ғой, күнде. Паша алып келемін, Пашаға отырамын, мен дым сөйлемеймін, адам алып келе беремін. Сөйтіп, бір ай 11 адам жаздым, рас екен деп. 11 адам жаздым, сосын безоплатканы, потому что құламау үшін. Мен одан кейін бірде бір безоплатканы құлаған адам емеспін ғой. 11 адам, 5-еуі айналып бағанаға счет төлеп жүрді да. Потом маркетинг директор аштық. Русланды тіркедім ғой бірінші. Руслан. Просто мен басында кішкене ошибкам, андай оптым шақырғам да адамдарды ше. Иә. Енді бұлай болды, бірінші 8 ба 9 досымды бір кафеге шақырамыз. Дастархан жаямын, сосын Пашаны шақырамын. Паша екеуміз презентациялаймыз. Оның ішінде Еркін Мәулен деген әнші бар, Роман Майғазиев бар, Руслан Жайнақ бар, қазіргі национальный директоры, Серік деген жігіт бар, ішінде 9-дай адам болады. И сол жерде Паша кеше бір ай бұрын тіркелген, мен одан кейін бір ай тіркелгенде, енді екеуміздің арамыз бір ай ғана Паша. Иә. Паша дұрыс информация білмейді, мен де дұрыс информация білмеймін. Біздің наставниктеріміздің бәрі Астанада, екеуміз әйтеуір білмеймін. Сол кезде Русланға айтсам, қалай қойдық десем, шын айтсаң өтіп қойдыңдар, сол кезде дым түсінген жоқпыз дейді да. Руслан қазір тұрасақ сөйтіп айтады бізге. Енді екеуміз барынша әйтеуір сызғанбыз ғой, енді былай. Может, біз партнерға бірінші бастағанбыз, енді круизіміз жоқ, біреудің круизін көрсетті кезде. Сөйтіп қойған кезде Серік деген жігіт, қазір маркетинг директор менің командамда, сол жігіт отырады да. Жігіттер мынау лохотрон дейді ғой. Әнеде тұрып, дастарханның үстінде тұрады да. Тамағымызды ішіп алған, шайымызды ішіп алды да. Бұл лохотрон. Сонымен ол анандай бір электрокомпанияның бағанағы директоры. Иә. LED экран, андай шырақтар, нелер болады, солардың
тек санның директоры. Сол жерде бухгалтерлер тіркелген екен. Екі бухгалтер тіркелген, не күрі жоқ, не ақша жоқ дейді ғой. Білемін мен, есімде екі бухгалтер тіркелген, вообще күрі жоқ, не ақша жоқ дейді. Сонымен мәссаған 8-де тұрады да бағанағы далаға шығып кетеді ғой. Сонымен мен ренжимін ғой далаға шығып. Жігіт болды. Мен жарайды романдарға айтамын ғой, еркін мәулендерге, сендер Пашаның профессиональный музыкант екенін білесіңдер ғой. Бүкіл таниды ғой, сонда хотя Пашаға сенбедіңдер ма? Жарайды, маған сенбей ақ қойыңдар. Мен алаяқ екенмін, жарайды. Анау мынау деп бағанағы сонымен сол жерде ренжісіп қалды балалармен. Сонымен бірақ басқа біреу болса менің орнымда сол жерде сливаться етіп кететін ше, мен кеткеннен кейін ойландым, мен нені дұрыс істемедім дедім да. Анализ болса, басқа біреу болса, менің 9 досым отказ берді, мен кетедім мен де дейтін еді, кетем дейтін еді. Ал мен өйткен жоқпын да, мен нені ошибка істедім дедім. Значит, мен бір нәрсені дұрыс істеген жоқпын дедім. Үйге барам, YouTube ашамын да, как можно ставить презентацию сетевого маркетинга деп жазамын ғой бана YouTube'қа. Сол кезде маған сондай ответ келеді, презентация должно быть 1 на 1 деп келеді ғой. Түсіндіңіз ба? Ал енді аналардың бәрін біртіндеп ұстап тұрып презентация қоямын ғой. Бағанағы жігіттерді Русланды ұстаймын, 2 апта жүремін ғой тіркеу үшін жанында. 2 апта жанында жүріп Русланды тіркеймін ғой. Представьте? Национальный директор да. Айына қазір қанша? Чисто зарплата 5.000 доллар алады. Почти 10.000 доллар алады ғой. Керемет. 500-ден астам адам бар. Сол қазір маған рахмет етеді ғой Руслан сол кезде ше. Енді оның ішінде брат бәрін тіркедік, сөйтіп бастаған әйтеуір презентациялар. Керемет. Әңгімеңіз әдемі, өрістатсыздар, мына жерде чатта жазып жатыр, өте қызықты әңгіме айтып жатыр деп. Жаңа өзіңіз бір сөзде жазылып қалдым, ұялғаннан жазылдым, лохотрон пирамида деп ойлағам дедіңіз, иә? Бірақ ойладым деп, әйтеуір соны қоя салмай, сіз бірден іске кірісіп кеттіңіз, иә? Бірден кірісіп кеттім. Бір айда 11 адам жазу деген ол мысалы, соның өзінде де маркетинг директор болған жоқсыз. Қазір кішкене жеңілді ғой, иә? Маркетинг жасау деген, иә? 11 адам, ар жағына 4 адамды қоссаңыз, уже бірден маркетинг директор болар едіңіз. Мысалы дегенде. Қазір болса, иә. Условиясы. Ол кезде $100 еді ғой. Ол кезде 200-дің 100-і ғана есепке алынады да, жаңағыдай. 100-і алынбай кәлкет болады. Ал енді жаңағы осы көп адамдар жаңағы сіз сияқты ситуацияда болады да, сосын ой қолымнан келмейді ау, бұл менің жұмысым емес, мен оны істей алмаймын, мен кімді шақырам деп бірден өздеріне нешен қараны жаудырып қойды ғой өздеріңізге. Ал енді қанша сенбесеңізді, сол жаңағы маркетингті дұрыс білмесеңізді, бірден іс-әрекет жасай бастадыңыз. Іс-әрекет қой соның бәрі, иә? Қараңызшы, мына адамдарды қателіктеріңізді де айтып жатсыз, иә, осындай болды, қызық әңгіме деп. Енді қарап отырсақ, қазір міне Павел Лида сіз бірінші жаңағыда линияда болсаңыз, сіз Павел Лимен уже деңгейіңіз бірдей болып, ұлттық директор болып отырсыз. Уже сізде ұлттық директор бар. Ол қандай керемет. Ұлттық енді содан кейін инкрузда жүріп, қазір өзіңіз анық көріп тұрсыз. Осы жолмен жүре берсем, он жаңағы алып отқан 5-10 мың доллардан одан да артық алуға мүмкіндік бар екен білесіз. Енді бұдан енді айырылмайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Дамисыздар, болады бәрі. Ал енді қайткенмен де мына ұлттық директор деп айтып отырсыз, бірақ ұлттық директорға да жету жолы ол да оңай емес қой. Ол бірден шақырдым, келді, олар істеп кетті демейді, бола қоймайды ғой. Әртүрлі өзінің қиындықтары болады. Сізге осындай дәрежеге жетуге қандай қасиеттер көмектесті? Мен оны не үшін сұрап отырмын? Мына жерде бізде көрермендер отыр, жаңадан келген адамдар отыр, кей адамдар жаңағыдай қолдарынан келмей, ары қарай дамый алмай отырған адамдар бар. Сондықтан да әрбір сіздің сөзіңіз, ол біз үшін өте бір құнды болады. Сол жолыңызды айтып берсеңіз, қиындықтар қандай болды, оны қалай жеңе білдіңіз? Ол да мысалы бірден анау отказ берді, мынау отказ берді деп бірден
жаңағыдай жабылып қалуға да болады ғой мысалы, иә. Қайткенмен де берілмей алға басудың жаңағыдай құпиясы неде? Енді Галя апай вообще бұл инклюзивті бірінші нәрсе не үшін, например, адам бұл жерде өзін таппайды ғой. Сен кімсің, клиент Иә, кім, сен иә. не бере аласың. Мен почему осы нәрсені үш нәрсені всегда адам өзіне сұрақ қою керек та. Сен кімсің вообще? Саяхатшысың, иә, сетевойда команда құрып жатқан адам. Екінші нәрсе, клиентің кім? Үшінші нәрсе, сен оларға не бере аласың? Почему мен сіздің командаңызға кіруім керек? Инклюзив миллион адам істеп жатыр. Почему мен Алпамысқа кіріп тіркелмеймін? Почему мен Пашаға барып тіркелемін? Деген сияқты әңгіме ғой, бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, бұл инклюзивті адамдар бизнес ретінде қарамайды ғой. Қарамайды да. Хобби ретінде қарайды. Потому что, если сіз компанияға достоверный болсаңыз, иә, бірінші сендіңіз компанияға, зерттедіңіз, инклюзив действительно работает деген нәрсеге көз жеткізсеңіз, баспен кету керек. Просто көрем деп нәрсе істемеу керек. Например, қараңыздаршы, адамдар просто көрем деп кіреді ғой. Например, сіз медицинаға түсетін болсаңыз, медицинаға. Давайте мен операция істеп көрейін, если у меня получится, содан кейін медицинаға түсем дейсіз ба? Иә. Или мен күйеуге шығып бала туып көрейін, если получится, мен саған күйеуге тиемін демейді ғой адам ше. Баспен кету керек та, түсінесіз ба? Баспен кету деген нәрсе Иә. шешім ғой. Бұл жерде ешкімге бастық бола алмаймыз да. Ғали апай, сіз өзіңіздің партнерларыңызға бастық бола алмайсыз да бұл компанияда. Бір жаман жері сол жерде. Бастық болатын болсам, кәдімгідей ше, ұрсып тұрып, айырып тұрып, кәдімгідей жұмыс ететін едім. Бұл жерде тек қана цель ғана көмектеседі да адамдарда. Мен андай нәрсені жек көремін. Біздің көбінесе лидерларымыз медитация, закон притяжения, бір нәрсені істесең деген, мен ондай нәрсені жек көремін. Реалистпін да. Мен жасаймыз ба, істейміз да. Ол қалай? Например, қараңыз. Адамдар у меня не получится дейді да. Енді былай істейік. Қараңыз, инклюзивті мен енді ресторанный бизнес жүргіздім ғой. Минимальный бір ресторан бастау үшін бір 10-15 миллионмен бастайсың. Мынау ресторан, мынау инклюзив. Инклюзивті 150 мың теңгемен бастадым, ресторанды 15 миллионмен бастадым. Серьезный бизнес. Жауап беріңізші маған. Қайсы серьезный бизнес? Енді серьезный бизнес болғанда, мына инклюзивті бір деңгейге командаңды құрып жатсаң, ақырын ғана жүргізе бересің ғой. Енді елдердің көзқарасымен екеуінде қайсы серьезный бизнес болады? Ресторан ғой. Однозначно ресторан серьезный бизнес. Иә, дұрыс па? Ресторан, енді қараңыз, мынау инклюзив, мынау ресторан. Мен ресторанда жұмыс істедім, таңғы 7-де тұрам, Алтын Ордаға барам, овощтарымды алам, автовкаға барам, сумай ұндарымды алам, сағат 11-де ресторанға жетем, поварларымды реттестірем, түнгі 1-де жабам, түнгі 3-ге шейін отчет істеймін, күніне 4 сағат ұйықтаймын. Жаман тапқан жоқпын, жақсы таптым. Бірақ менің рестораным қараңыз, түнгі 12-де бүйтіп жабайын деп жатырмын. Мына жақтан 10 клиент келе жатыр, 10 клиент жүгіріп келе жатыр маған. Тамақ бар ма деп. Мен ашам ба, жабам ба, қалай ойлайсыз? Әрине, ашасыз. Ашам. Почему? Потому что ол серьезный бизнес. Дұрыс қой. Потому что мені 15 миллион теңге кредит мені мотивирует етіп тұр. Правильно же? Это серьезный бизнес. Ал енді ресторан, инклюзивті ресторан деп алсақ, елдер қалай жұмыс істейді? Қараңыздар. Енді қараңыздар. Олар инклюзивті понедельник күні ашады, бірақ презентация оқып қояды. Жоқ, ауылмен жоқ, ана қандайсың. Бүгін план презентация бар ма? Жоқ, хабарласпайды. Среда күні тағы бір тал презентация шығарып қояды. Четверг жоқ қайтадан. Пятница күні құдалық, суббота күні той, воскресенье демалу керек. Енді о чем говорит люди? Енді елестетіңізші. Қандай серьезный бизнестер әңгіме айтып тұр бұлар да, например, да? Қандай $140 мың борт директорды айтып тұр да? Түсінесіздер ма? Ал ресторан 2 күн жабық тұрса, ақша түсе ма, түспей ма? Әрине түспейді. Понимаете? Енді қайсы серьезный қарап тұр ғой, көрдіңіз бе? Ал енді рестораннан $140 мың таптым ба? Жоқ. Понимаете?
Енді бұл жерде ой рестораны бар деген атағы болмаса, ол энергозатратный, шаршайсың. Адам баласы болғаннан кейін кішкене демалғысы да келеді ғой. А ол демалыс жоқ. Ақша табу үшін күнде жұмыс жасауың керек. Сол ресторан ашық тұру керек. Отчеты бар, не бір жаққа шыға алмайсың, не кете алмайсың дегендей привязан к этой работе. И физически да адам шаршайды ғой. Инкрузис деген рахат емес пе, иә? Конечно. Енді ол өмірде сразу вообще негізі менің қолыма квадрант денежного потока деген кітап түсті, вообще негізі. Ол нәрсені адам түсінген кезде ғана бұлар бизнес құрады ғой. Почему именно мен инкрузис құрғым келеді деп. Вообще өмірде доход екіге бөлінеді ғой, активный доход, пассивный доход. Например, ресторан болсын, аптека болсын, магазин болсын, олар активный доходқа жатады да. Например, сатсаң ақша бар, сатпасаң ақша жоқ. Правильно же? Қалай ойлайсыздар? Қазір сіз менің командамсыз, Руслан менің командам, екеуіңіз примерно 20 000 доллардан алып жатсыздар. Мен айтамын сіздерге, маған ақша керек жоқ, давай шығыңыздар десем, шығасыздар ма? Жоқ. Ол кезде сіздер мені керек қылмайсыздар ғой, түсініңіздер ма? Суть инкрузистің сол ғой. Например, қазір маған шық десе Султана, да? Болды, инкрузис тоқтатамын, давайте, болды. Әсел Таирова, Ермек Мұқашев, Павел, тастаңдар инкрузис десе. Пошел ты дейсің ғой. Қой, құрысын, шықсаң өзің шыға бер, біз өзіміз істеп жатырмыз ғой дейсің, да? Түсініңіз, ал салтанатқа ақша түсе бере ма? Тоқтамайды ғой. Иә. Бұл пассивный доход, да. Енді бұл пассивный доходты бұл 295 доллармен бастады, да. Ал енді андай пассивный доходтар істеуге болады. Например, ЖК-ның астынан, например, 10 квартира алдың, там донер Набаяға өткізіп қойдың, Бахандиға өткіздің, Шаштаразға өткіздің, айына саған бір 10 миллион теңге капать етіп тұратындай алуға болады. Бірақ есептесек, примерно 1,5 миллион доллар, 2 миллион доллардай ақша керек екен, да. Кімде бар? Иә. Понимаете, капитал. Ондай капиталмен жасауға болады пассивті. Бірақ инкрузис совершенный бизнес деп Роберт Киосаки айтады да. Бұл именно дейді да, сетевой бизнес, совершенный бизнес. Аз капиталмен 200-150 мың теңгемен Султаналар бастады. Қазір какой-то бір 7-8 жылдың ішінде мен Султанадан сұрадым да. Қанша таптың деп, өзі мен тіркелген жыл сұрағам. 5 жыл бұрын ғой. Ермек, мен 1,5 жылдың ішінде 1,5 миллион доллар ақша шығарыппын, оказывается, инкрузистен дейді да. 1,5 жылдың ішінде. Сөйтіп, 9 поток ашып қойдым, дейді ақша түсіп тұратын. Мен білмеймін ғой, айына бір потогы 1 миллион, 2 миллион теңгеден доход әкеп тұрған шығар деймін да. Инкрузис инструмент қой ақша шығаратын. Понимаете? Инкрузис вообще инструмент қой, ол платформа. Саған возможность беріп тұр, ақша шығаратын. Саған 2 миллион доллар, 1 миллион доллар ақша шығарып аласың да, соңғы қалаған бизнесімен айналыс. Продакшн аш, ән жаз, клип түсіресің мен, дұрыс па? Сал 100 000 доллар, например, творчествоға да. Жақсы көремін ғой творчество, потому что ол менің дипломым. Ол менің дипломым ғой. Иә. Мен де қайтадан телевизордан көргім келеді, қайтадан эфирде болғым келеді, понимаете? Олар сіздер бизнесті именно солай қарап тұрған жоқ қой, инкрузисті. Енді қараңыздаршы, бүйтеді да, бір адам шақырады, отказ береді, 2 адам шақырады, отказ береді, 3 адам шақырады, отказ береді. Сіз, например, аяқ киім сататын магазин ашсаңыз, ана сіздер әйелдер бүйтесіздер ғой, например, дүкенге барасыздар да, 5-6 киімді алып аласыздар да, гардеробтан өлшеп алмай кетіп қаласыздар ғой. Сол Зараның магазині жабылып қала ма? Жабылмайды ғой, дұрыс па? Сол адамдарда имеет право деймін да, саған тіркелмеуге деймін да. Дұрыс па? Сен қоясың. Клиент қой ол. Ол клиент та. Келесің, сен презентация қоясың. Ол имеет право тіркелмеуге. Имеет право. Как магазин сияқты алмай кетіп қалуға болады. А ол не үшін сен қойған адамның презентацияға тіркеле беру керек? Сол сияқты бизнес сияқты қарасыңдар сен де. Адамдар бір адамға презентация қояды, бастары бетіп қисайып қалады. Маған отказ берді дейді да. Мен таңғаламын. Халық потогы ертеңде қаншама адам бар деймін да. Иә, сол сияқты қарамайды ғой адамдар, бизнес сияқты қарап тұрған жоқ қой. Просто бұл эмоциональный бизнес емес қой. Ана кітапты оқыңыздаршы, жазбаңыздар. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку дейді да. Бақаны кім жұтып көрді деймін да. Сол кітапты оқыңыздаршы, иә, оставьте брезгливость, съешьте лягушку деген кітапты оқыңыздар. Иә. Не болды алдында? Ал Эльмира ханым, Мына жақ жаман баршы. Дыбыстарды өшіріп қойыңыздар. Дыбысты өшіріп Кешіріңіздер.
Ермек барсыз ба? Иә, барым. Аха. Мен ақырындап жиналып жатырмын. 11-де де қазір презентациям бар еді. Мен офиста неміз ғой. Біз неден кейін кішкене шаршап қалдық ше. BBS біз ұйымдастырдық қой. Алматыда керемет жақсы өтті. Иә, оған көрдіңіздер ғой, есікте бүйтіп біртіндеп кіргізе, ана мына осы манерде хайбай. Ойладық, сәл ертерек кіргізе беру керек еді деп. Ау? Сәл ертерек кіргізе беру керек еді деп ойладық. Бұл жерде, видите, бізге бір направлениесін маған беріп қойғанда, бір направлениесін мен басында айтқан, вообще толық маған беріңдерші, толық вообще. Бетімен қосып маған беріңдер. Мен енді концерт ұйымдастырып жүрген адаммын, үлкен не алып шығам деп едім, енді видите, бөліп тастағаннан кейін, ладно, енді әркімнің минусын айта берсең, ол минусы да көп қой. Достардың керемет. Өзіңізге сол BBS-ін қандай лайфхак алдыңыз? Жаңаша, енді сізде де тәжірибе қазір жеткілікті. Бірақ осыны алып... Ашық! Елмира ханым, сіз неңізді өшіре саласыз ба? Болды. Аха. То біреуге ұрысып жатсыздар ба? Іліп алар не болды? Осыны іліп алдым, осылай жасайым деген, әлде ұйымдастырумен жүріп дұрысындай алмадыңыздар ма? Мен шын айтсам ше, видеоны қарасаңыз, видеода жоқпыз ғой біз ішінде ше. Енді переживать етесіз ғой, 4000 адам деген. Жауапкершілік қой, ол жерде қандай спикер не сөйлеп жатыр, даже мен байқадыңыздар ма, национальный директор награждениесіне шыға алмай қалғам ғой. Директор деп сахнаға шақырған, мен сахнаға шықпай қалғам ғой. Өйткені шауып аяққа барып кел дейді, анаға барып кел дейді, бір нәрсе жоқ дейді, оған барып келесің деген сияқты нәрсе ғой, ол жерде деген сондай болды. Біз кішкене неде ғана сіздер танысқан кезде неде ғана демалдық қой бағанағы, топ 500-та ше. Кейін құлағамыз ғой, сондай. Топ 500 өтті. Керемет жақсы өтті. Ермек мырза, енді мысалы бар ғой да, сіздерде бір қиындық болды. Бәрібір қиындықсыз болмайды кейде. Біреулер қаз береді. Или командамен жұмыс істеуді оңай емес кейде, әртүрлі адамдар, мінездері болады. Сол осы инкруста жүріп, бірде-бір осы қиынау, қойшы, тастап кетем деген сәтіңіз болды ма? Инкрузды тастап кетем. Болады ғой, конечно, адам баласы болғаннан кейін. Иә. Бірақ енді мен инкрузды тастап кетем деген нәрсе жоқ болды. Бөлек доход жасайын деген нәрсе болды менде. Бөлек доход. Сол екеуін бірдей сіз жалпы продюсер ма больше или әншісіз ба? Әншімін. В основном әншімін, иә. Әнші и тамада. В основном әншімін, аха. Мынау қазір эфирді қарап отырған адамдарға, бірақ әлі шешім қабылдай алмай отырған. Немесе, анау Сұлтан айтқандай, болоте сидите деп, шынымен де бір рангта МДСМді де жылдап отырған адамдарға не дер едіңіз? Не айтасыз? Оларға тек қана шешім қабылдау керек. Басқа ешқандай нәрсе жоқ. Шешім қабылдап жұмыс істеу керек болып тұр. Иә? Ал енді міне Ермек мырзаның бұрынғы осы инкрузға кірерде бірінші кіргеннен қандай арманыңыз болды? Ол қандай деңгейге осылай жетсем екен деп. Қазіргі Ермектің уже ұлттық директор ретінде арманы қандай екен? Ермек мырза. Қазір 1 минут мен анау походу сіздермен сөйлесіп атып, киініп далаға шығып атқаным ғой. Қазір мен сөйлей беріңіз. Қазір мен 1 минут қазір мен лифттан түсіп ала салайын. Лифттан қазір түсіп ала салайын, айтып беремін бәрін. Жақсы. Жолда келіп. Жоқ, мен қазір есік алдына келем. Сен бәрін шығара берші есік алдына қарай. Хорошо, мен машина алып беремін қазір. Жұрттар эфир болса да презентация деді, презентациясына бара жатыр. Это ол да бір үлкен тәртіп. Ол да просто ұят бола ма деп, кешігіп қалам ба деп, біз соның есімді енді жинап нетіп атқанымыз ғой соны. Жақсы, енді бұл кісі лифтта келе жатқанша дейін өзіміз әңгімелесейік. Сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Біздің эфирға 71 адам келген екен. Сұрап жатыр, бұрынғы эфирлар, әдемі эфирлар болды.
анау күлей апаймен әдемі сондай әңгіме болды. Айнагүл Мұрсанова шықты, Анара Шингина, Павелдің, олар бар, бірақ ютубта, осыны да ютубқа салатын боламыз. Так что сол жерден өзіңізді көре аласыз ертеңгі күні. Рахмет. Ал енді Ғали апай, бағанағы мен айтқан әңгімелерім ғой. Просто бұл жерде ше мен түсінгенім, осы 5 жылдың ішінде түсінгенім, вообще инкрузисті вообще нені жасау керек деп айтқан. Тек қана баспен кету керек. Просто приверженность деген нәрсе бар ғой. Біз соған арнайы бір система шығарғамыз да, вообще негізі арнайы система шығарғамыз. Өйткені бірінші нәрсе ол по-любому цель анықтау керек, дұрыстау. Например, мен осы, например, арман мен цельді екеуін екі түрлі ғой негізі. Арман бөлек, цель бөлек. Арман орындалмай қалуы мүмкін. Дұрыс қой, сен келісесіз бе, Ғали апай? Арман орындалмай қалуы мүмкін. Например, сіз 300 миллион долларға вилла алам деп жазып қойыңыз мүмкін, бірақ ол орындалмай қалуы мүмкін да. Ал енді цель, мақсат ол орындалуы мүмкін да. Дұрыс қой. Например, мен балам, например, папа жаңа жылға, пожалуйста, iPhone алып берші, 15 алып берші деді. Ол орындалатын арман ғой, цель. Каким-то образом мен оған алып берем да. Түсінесіз ба? Цель. Осы цельді анықтау керек қой. Сіз, например, осы 4 күн қалды, 3 күн қалды. 3 күннің ішінде маркетинг директор ашам деген цель қойдыңыз ба? Сіз жасайсыз оны. Спокойно жасайсыз. Цель. Ол соны бірінші анықтау керек та. Екінші нәрсе приверженность деген нәрсе бар да. Сен қаншалықты процент инкрузисқа арнай аласың? Әңгіме сода да. Қанша процент сен инкрузисқа арнайсың сен? Күніңнің. Мен, например, оймен 24 сағат жүрем да, іспен таңғы, например, 11-ден бастап кешкі 8-ге шейін офистамын да. Түсінесіз ғой, мен, например, полный мен инкрузиста жүрмін да. Елдер, когда вышестоящий лидер звондаған кезде инкрузиста болады да, қалған кезде ол жоқ та. Ол адам по-любому 24 сағат радармен жүру керек қой. Радар деген нәрсе бар ғой, любой жерге келдің. Например, менде мынандай уже автоматом уже инкрузис қанда деген нәрсе мынандай. Например, мені бір қонаққа шақырды, тойға шақырды. Уже қонақта отырған кезде уже біз потенциальный подписчиктер қарап отырамын да мен. А вдруг ол Султана да? А вдруг ол Камила Конопьянова да? Білмеймін ғой ол ше, мәсін. Уже ана радарым ойнап тұрады да, тәң деп жан-жағыма қарап ше. Сізді көрсе тәң деген сияқты. Понимаете, ол адам сондай да, крови. Қанда болу керек та, нәрсе ше. Вот сол нәрсе. Ол деген 24 сағат баспен кету деген нәрсе ғой енді. Бана, крови надо, должно быть. Сол кезде сіздерде жетістік болады. Когда сіздер инкрузисті жақсы көресіздер жандарыңызбен, сол кезде сіздер жетістік болады ғой. А если көремін, а вдруг жабылып қалады, казаннан негатив, бір нәрсе деп жүрсеңіздер, лучше істемей қойыңыздар, саяхатта жүре берсеңіздер, соны не қыласыздар, уақыттарыңызды алып деймін да, өздеріңіздің жұмыстарыңызды істей беріңіздер. Ал если өмірімді өзгертем, осы инкрузиспен бірге там өмірімді өзгертем дейтін болсаңыздар, тек қана баспен кету керек. А ол үшін приверженность 100% болу керек та. Үшінші нәрсе, списокпен постоянно жұмыс істеу керек. Списокпен. Ол сұралмайтын нәрсе да, списокпен. Обязательно список. Біз списокпен қатты жұмыс істейміз. Например, адам жоқ, бір нәрсе жоқ деп атады ғой адамдар ше, ше. Например, біз списокпен қатты жұмыс істейміз. Потому что сен, например, қазақтар той істейтін болса 200 адам шақырады деген сияқты. Біз спискқа қатты қараймыз. Потом презентация. Презентация должно быть, как айтамыз ғой, резиновый нит дейді ғой. Сол үшін бағанағы вышестоящий лидері презентация қояды. Презентация бізде жесткий. Өзі 8 ступеньки қойғам, сол мечта, приверженность, список, презентация, сопровождение, регистрация, обучение. И бағанағы дубликация, да? Осы нәрселер біз қатты жұмыс істейміз, да? Сол үшін обучение өте важно. Біз воскресенье сайын білесіздер, общий городской қоямыз, аптасына тағдай бір 2 тренинг қайтаран, енді Новый год алдында сөйтіп қойып жүргенбіз, енді қайтаран бастадық. Осы февральдан бастайын деп жатырмыз. Аптасына 2 күн тренинг бізде. Вот сол сияқты, өйткені команданы өсірмесе, бір адамды парадайм, адамның көзқарасын өзгерту үшін 6 ай кетеді екен. Мен сол көзім жетті. Инкрузистан кетпеу үшін, кетпейтіндей қылып жасау үшін бір адамның көзқарасын өзгертуге 6 ай кетеді екен.
Тамаша. Иә, сол үшін ренжуге болмайды да. Сен неғып істемей жатсың, сен анау мынау деп айтуға болмайды. Ол уақыт келеді, 6 айдан кейін оның көзқарасы өзгереді, ол BBS-қа барады, ол көреді, масштабты көреді, бүйтеді, сөйтеді. Қойды, ол раң жасамаса да инклюзивтен кетпей жүре береді да. Енді ол да дұрыс қой. Қайткенмен де кей адамдар бізде жай барақат осы жүре береді, сіз айтқандай. Мысалы, қосымша инклюзивпен бірге негізгі бір жұмыстар бар. Бір жерде воспитатель детского сада, бір жерде врач болып істейді, тағы басқа жерде. Алатын жалақылары бір 200-300 мың теңге. Бірақ олар жұмысты тастамайды. Таң атпай сағат 8-ден жұмысқа барады, кешкі 8-де келеді, ол жерді тастамайды. 8 сағат істеу 200-300 мың теңге алу үшін норма оларға. Ал енді сол 8 сағат, 10 сағаттың 3 сағат, 2 сағатын осыған күнделікті жаңағыдай жұмыс жасаса, қандай нәтиже болады? Ары қарай жаңағы сіз айтқандай радармен ұстап, жұмыстан кісіні тауып, солармен кәдімгідей мынадай цельді қойып, осы менің жоспар міне құрып, жұмыс жасап кетсе бәрі қолында. Бұл жерге шынымен де жұмыс жасауға болады. Жұрттар міне 150 мың теңге дейді, даже алады сол воспитательдер. Міне көрдіңіздер ме? Просто приоритет жаңағыдай қоя білу керек. Сіз айтқандай мақсат қою керек. Мақсат қойғаннан кейін сол жолын анықтау керек. Күнде еңбек ету керек. Өте дұрыс айтып отырсыз. Бүгін істеп ертең қоя салып, 3 күн жауып қойып деген болмайды. Ресторанды, дүкендерді ашсаңыздар өздеріңіз, солай ашсаңыздар, бір күн істеп, 3 күн демалсаңыздар, одан жаңағыдай прибыль бола ма, нәтиже бола ма? Болмайды. Сол сияқты дәл сондай инклюзивқа шынымен беріліп істесеңдер, 3 жыл, 5 жылда үлкен мынадай табысқа жетуге болады. Солай емес пе? Ал енді сұрақтарыңыз бар ма, көрермендер? Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Ермек бар жерде ылғи позитив. Менің бір-екі сұрағым бар. Біріншісі, біз айтамыз ғой, инклюзив ол тек бизнес қана емес, саяхат емес, ол трансформация деп айтады. Инклюзивке дейінгі Ермек болды, және қазіргі Ермек қандай? Қалай өмір салтыңыз, қалай өзгерді? Және екінші сұрақ, презентация бойынша. Мысалға, бәріне бірдей презентация өткізесіз ба? Әлде, мысалы, методикасы бар ма, или бәріне әртүрлі өткізесіз ба? Менде в основном бірақ презентация ғой негізі. Естіліп тұр ма? Енді естілді. Болды. Менде өзі бірақ презентация негізі. Менің методым ондай нәрсе емес, просто бұл жерде по-любому кішкене бір харизма керек та. Харизма деген нәрсе, например, примерно приглашение айтайық та, Ғалия апа, приглашение. Мен айтайын ба, сіздердің командаларыңыздың көбісі неден хромать етеді, білесіздер ма? Тек қана приглашениеден, шақырудан, адам шақырудан. Адам шақыр деген кезде қорқады ғой, например. Адам шақыр деген кезде қорқады. Неге қорқады? Потому что олар осы уақытқа шейін, например, ондай нәрсені көрмеген ғой, например, адам шақыру деген нәрсені ше. Мына кісілер қайта-қайта звондап мені перебивать етіп жатыр да, презентация ше, еду деп жаза салмасам, уайымдамай отыра берсін. Еду, презентацияларыңызды дайындай беріңіздер деп. Қазір мен сіздерге күшті нәрсе айтамын, күшті нәрсе. Вообще негізі, мына опытым қымбат тұратын сіздермен бөлісіп жатыр мен, амал жоқ енді. Шақыру деген нәрсе екіге бөлінеді. Профессиональный приглашение, непрофессиональный приглашение деп түсінесіздер ма? Енді қараңыздар, адамдар осы жерден қазір любой битіңіздерші, командаларыңызды жинаңыздар, ал давай сен бүгін біреуді шақыршы, мен көзімше деп айтыңызшы. Шақырмайды. Көбісінің хромать ететін жер осы жерде болғаннан кейін сіздерде поток адам келіп жатқан жоқ қой, понимаете? Шақырмайды, қорқады, дірілдейді, аңғаша. Мен айтамын да, сіздер шақыруды четкий командаға үйрететін болсаңыздар, сіздерде поток адамдар кете береді ғой, қорықпайды да. Енді профессиональный приглашение деген нәрсе қандай?
например, менің бір Марат деген депутат ағам болды да. Сол ағама презентация қоюым керек, например. Бірақ бағанағы звондасаң болмайды. Қалай презентация қоянын білмей жатырмын да. Соны мен звондадым: алло, Марат аға, қалыңыз қалай, амансыздар ма, бәрі жақсы ма? Иә. Марат аға, ертең сағат бір 12-лерде немесе 3-терде бір келсем бола ма сіздің жұмысыңызға, сол обед уақыттарында деп едім. А че не болып қалды деді. Осылай бір бизнес проект бастап едім, мен сіздің уровеніңіз қанша деген мен жоғары, сізге бір көрсетсем, если сіз одобрение берсеңіз, мен ары қарай жұмыс істейін, если сіз жоқ десеңіз, мен сол жерде қоя салсам ба дедім да. Ол кісіге ше, понимаете, анау өліп баратырмын ғой презентация қоюға да. Енді анау көтеріп қойдым ғой, енді сіздің уровеніңіз жоғары, көпті көргенсіз, анау-мынау дедім да. Сөйтіп, болды, сағат 10-ше, сағат 1-де кел, как раз екеуміз бірге обед ішейік деді. Болды аға дедім. Ертесі күні 1-де бардым да, ол кісіге полностью круизді көрсеттім, маркетинг пландардың бәрін көрсетіп едім. Тіркеліп кетеді ғана кісі ше. Мынау күшін өтсе, саяхаттап тұру ғой дейді да. Понимаете, профессиональный подход қой, понимаете? Мен ол кісіні профессиональный шақырдым да. Енді не профессиональный приглашение деген ол сіздердің пятибалльный адамдарыңыз да. Например, Ғали апай екеуміз, например, туысқанбыз. Пятибалльный адам деген қандай? Мен списокта балдарға бөлем ғой, балдарға. Например, 5 балл, 4 балл, 3 балл деп, 5 балл деген адам, сен түрмеге отырып қалсаң, сен үшін отыратын адам кім ол? Понимаете? Адамдар қай кезде ошибка істейді? Олар 2 баллдық, 1 баллдық адамдарды шақырады да өшіп қалып жатыр ғой. Түсінесіздер ме? Инкрузиста 2 баллдық, 1 баллдық адамдарды шақырады да өшіп қалып жатқандар соның кесірінен ғой. Ал пятибалльный деген адам Русланға айтамын: Руслан, бір жеріңді қыс, мен инкрузистамын ба, сен де осы жерде боласың. Ой, мен істемесең істемей қой, просто мен үшін тіркел деймін да. Потому что мен бітті деген квалификация жауып тұрмын, сен тіркелуің керексің деп. Понимаете, түсінесің ғой, пятибалльный адам деген ол сен үшін түрмеге отыратын адам ғой, примерно да, түрмеге отырып, бірақ ол сен туысқаның болмауы мүмкін, ол ошибка осы жерде ғой. Түсіндіңіз ба? Ол сен даже мамаң болмауы мүмкін да, бірақ енді мама енді қанша деген мама ғой, енді түсінесіздер ғой енді, иә. Пятибалльный деген адам ол сен кейде досың да болуы мүмкін. 4 баллдық адам деген сен үшін түрмеге отырмайды, бірақ сен түрмеге отырып қалсаң, күнде саған тамақ таситын адам да. Енді мен примерно түсіндіріп беріп жатырмын, чтобы сіздерге түсінікті болсын деп, Құдай сақтасын, иә. Сондай адам да, понимаете, сіздер просто кішкене ойлансын деп. Значит, мен списоктан осындай ошибка жіберіп жатыр екенмін ғой деген сияқты ғой, понимаете? Түсінесіздер ма? Вот осы нәрсені істеген кезде сіздерде бизнестарыңызда проблема болмайды да. Ал қазір сіздерге адам тіркейсіздер, сіз оны шақыр деп жатсыз, онымен списокпен жұмыс істеген жоқсыз, оның списогының ішіндегі балмен жұмыс істеген жоқсыздар сіздер. Однозначно ол 3 адам шақырып та сынып қалып жатыр ғой қазір адамдарыңыз, түсінесіздер ме? Ал оның бәрімен каждыймен жұмыс істеу керек, сол үшін сіздер зарплата алып жатсыздар ғой, деймін да. Сол үшін сіздер тегін саяхаттап жатсыздар ғой. Солай жұмыс істеу керек та. Каждыймен отырып сөйтіп жұмыс істеу керек. Осы? Рахмет. Сұрақтар бар ма? Енді сұрақтар болса қойыңыздар, болмаса енді Ермек мырза үлкен презентацияға бара жатыр екен. Бүгін сондай бір әдемі, әсерлі, мәнді эфир болды деп есептеймін. Шынымен де ашылып, бүгін Ермек өзінің тәжірибесімен бөлісіп, жанындағы бір құпияларымен бөлісіп, аянып жатқан жоқ. Алладан қайтсын, неғұрлым сол өзін беретін болсаң, саған Алла берекесін береді дейді. Сол берекелі болсын. Бүгінгі күні жатқан презентациясыңыз керемет деңгейде өтіп, енді сіз шынымен де жаңағы адамда харизма болу керек дейсің ғой. Вот как раз сіздерде Павел Лидің командасында жігіттердің бәрі харизматичный ғой. Ана жолы бір презентация әдемі болып, костюмдермен шығып, бірлеріңізді біріңіз әзілді қосып, прям легко дейді ғой, мынау сондай бір әдемі презентация Астанада жүргізгендеріңіз бәрінің есінде қалды. Сондықтан да харизмаларыңыз ұрып тұр, әдемі сұлу жігіттерсіздер. Ал сондықтан да өзіңізге сәттілік тілеймін, жақсылық тілеймін, биіктен көріне беріңіз, жететін деңгейіңіз әлі де үлкен болсын. Аз уақыттың ішінде ұлттық директор болып отсаңыз, ертеңгі күні 1-2 қадамнан кейін борд директор болуда сіздің мынадай болады. Өйткені тек қана амандық берсін, жақсы адамдар кездесін сіздің жолыңызда. Амандық тілейміз, көп рахмет бүгінгі эфир үшін. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет, Ғали апай. Шақырғанға рахмет. Рахмет сіздерге. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз.
Так, сами остались. Бағана уже 70 адамдай отыр еді, 70 бірдеме 68 қалыпты, да? Ну, жарайды, сөйтіп, мен анау 100 адам болғанда, наверное, бір қуанатын шығармын. Әлі 100 адамға жеткізе алмай отырмын. 100 адамдыға жеткізу үшін кімді шақыруым керек? Қазір мен білем кімді айтала. Да. Галия Сабитовна, шикарный эфир, благодарю вас. Вообще, вот прям супер. Вот за ваши исходящие, пусть к вам зайдут такие лидеры. Прям вообще вдохновил. Такие фишки он сказал, прям супер. Ақсәулешенька, рахмет сізге. Шынымен де қарап отырсақ, мына жерде әрбір шыққан адамның, да, Алпамысты айтатындарыңызды біліп отырмын. Сол Алпамысқа енді білмеймін, шығып көру керек, телефонын алып ол кісінің. Былай бір араласамыз, ана жолы өзі неде топ 500-та жүргенде адам демалып жүрген адамдарды не хотела тревожить. А так вот, шақыру керек, шақырамыз, алла жаса болады деп ойлаймын. Бірақ әрбір шақырған адамдарымыз, көрдіңіздер бе? Борд директорлардың бірнешеуін шақырдым, экзекьютив директорларды шақырдым, ұлттық директорлар, халықаралық директорлар. Мен әдейі сондай бір әдемі, Аянмен келісіп қойғам, Аян келем деді. Любой уақыт айтсаңыз, апай келем деді. Аянды шақырамын. Енді бар ғой, осы әрқайсынан бір нәрсе іліп алуға болады. Олар енді өз тәжірибесімен бөлісіп жатыр ғой. Я так думаю, что у каждого человека что-то для себя можно взять. Ага. Благодарю вас. Единственная просьба к вам, что вы заходили, команды пусть заходят. Вы-то и так, может быть, уже прокачанные, но если вы еще с командой зайдете и будете для них примером, я так думаю, что это тоже, видите, какие ценные вещи он говорит. На самом деле надо работать, и работать ежедневно надо работать. И вот просто, айтып керек, басымен кету керек, то есть это значит головой уйти в этот бизнес, да, головой уйти в этот бизнес, и тогда все получится. Только активные действия, знания у вас достаточно, система у нас есть, коворкинг у нас есть. Работать, только работать. Давайте, благодарю вас, все, кто зашел. Да, Алпамысты күтеміз. Да, я его контакты возьму, попробую выйти. Келесі неделеде, по-моему, Айнур Досмурза с супругом выйду. Потом Аян у меня. И с Алпамысом еще тоже буду договариваться. Все, жду вас. Рахмет, Галия Сабитовна. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Рахмет, Галия Сабитовна. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Көп рахмет сізге.